Әлеумет. Айналаға қараңызшы. Асқар тау, саумал ауа, көк майса, бәрі өс, өн, өрбі, мейірлен, шаттан дейтіндей ғой. Бірақ бүгін бұл араға осынша ғажайып сұлулықты қызықтауға, жомарт табиғаттың мынау шарасынан асып, шалқып төгіліп жатқан шарапаты мен рахатын тамашалауға емес, тағзым етіп, тағлым алуға келіп тұрмыз. Біз үшін бұл араның әр тасы киелі, әр бұтасы қасиетті. Олар бұдан 3,5 ғасыр уақыт бұрын көз көріп, құлақ естімеген ерен ерлікке куә болған. Сондағы ата мекеннің қамы үшін, ата жұрттың бағы үшін арыстан боп алысып, жолбарыс боп жылысқан 600 сайып қыранның бәрінің бірдей аты есімізге түсіп тұрған жоқ. Бірақ бәріміздің де бойымызды кернеп тұрған солардың қаны, ойымызды тербеп тұрған солардың арманы, жадымызда солардың өсиеті, жанымызда солардың қасиеті. Бәлкім, тіпті талайымыздың бет әлпетімізде де солардың дидары тұрған шығар. Ендеше екі дүниеде де мейманасы асып, нұры тасыды деген осы болады. Қайсы бірі осы арада шейіт болған, қайсы біріне кейін басқарада топырақ бұйырған қасиетті бабаларымыздың әруақтарының алдында, солардың ерліктерінің арқасында аман қалып, өсіп өніп, 10 миллионнан асып отырған бүгінгі ұрпақтың атынан бас иіп тағзым етеміз. Жарықтарым, жандарың жанатта болғай. Ер жұртқа тілеп өткен тілектеріңіз жаратқан иенің жақсы құлағынан шалынып қабыл болғай.